Бәріңізге сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін біз бильяши пісіретін боламыз. Қамырын ашытпай жасадым. Өте дәмді, өте керемет болып шықты. Видеоны соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Құнды пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Ең алдымен қамырын илеп аламыз. Лайықты мөлшерде ұн аламыз, өзіңіз үйдегі адам санына қарай алсаңыз болады. Ұнға 1 шай қасық тұз және 1 ас қасық сұйық май немесе қойдың құйрық майын қосып, жылы суменен қамыр илеп аламыз. Жұмсақ қылып қамыр илеп аламыз. Қамырды жақсылап илеп алған соң салапанмен орап тұндырып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Салмасына шаналған ет және оған майда етіп туралған қойдың құйрық майын қостым және де шаналған пияз қостым, 1 тал пияз. Құйрық майды ұнатпасаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Дәмдеуіштерден тұз, қара бұрыш және паприка қосып, жақсылап араластырып аламыз. Және де 1 қасық сұйық май қосамыз. Салмасын дайындап қойдық. Енді қамырын астақтайға алып, алдымен ұзыншақтап алып, содан соң тең бөліктерге бөліп шығамыз. Аса үлкен емес, қалыпты көлемде қылып бөліктерге бөліп шығамыз. Содан соң астақтайға ұн сеуіп отырып, дөңгелентіп шығамыз. Содан соң оқтауменен бір-бірлеп жаямыз. Жайған кезде өте жұқа қылып, неғұрлым жұқа болса, соншалықты жақсы жұқа қылып отырып жайып шығамыз. Содан соң салмасын саламыз. Салмасын жұқа етіп, біркелкі етіп, дөңгелентіп отырып саламыз. Содан соң көріп отырғандарыңыздай шетін әдемілеп отырып жасап шығамыз. Ортасын ашық қалдырамыз. Өте әдемі болып шықты және қызып тұрған майға салып, екі жағын қызартып отырып қуырып аламыз. Ең алдымен ашық жағын салуымыз керек, сонда ішіндегі суы майға ағып кетпейтін болады. Бетін қызартып алған соң барып, астыңғы бетіне аударыстырамыз. Орташа отта қуырып аламыз. Еті де пісіп шығады, піспей қалады деп уайымдамаңыздар. Өте дәмді болып пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.